Bugün mene Köylüm Kurultayının ikinci günündemiz. Kuday günümüzde de жақсы aşık kılıp, asmanımızda aşık kılıp toylap jatırmız. 3 partiya oynasa 14 kilometre жүреді екен. Ана сақасын алады, барады, еңкейеді. Сапты суны ғой. Егер тамақтың тұзы ащы болып кетсе деп. Саламатсыз ба? Бүгінгі бейне құрылтайдың екінші күнінен жалғасы. Осы видео баянды соңына дейін көріңіздер, қызықты болады. Қазақтың керемет биі Қара Жорға үлкені де кішісі де сан алуан қимылдарды көрсетіп билеп жатыр. Сәлеметсіздер ме? Бүгін міне Köylüm Kurultayının ikinci günündemiz. Құдай күнімізді де жақсы ашық қылып, аспанымызды ашық қылып тойлап жатырмыз. Тойымызды осы келген жан-жақтан, алыстан, жақындан атсалып келген қонақтармен бірге қуанып тойлап жатырмыз. Осы Köylüm Kurultayының тойын көрген барлық кісілерге, сіздерге сәлем айтамыз. Мен атым Сәдия Сүрер, Köylüm мәдениет орталығының төрайымы боламын. Рахмет. Бұл жәрмеңкеде автор Абдрахман Четиннің кітабы ұсынылды. Өмір жолындағы соңғы көш. Кітап қазақ және түрік тілдерінде жарық көрді. Менің атым Абдрахман Четин. Кезінде осы Алманияға 1963 жылы келгенбіз. Сол келген кезде осы барлығы Германиядағы үй саны 10-15-ке толар-толмастай болған. Кейін жастар өскенден кейін бұл жастарды қалай тәрбиелейміз, қалай ұлтшылға баулаймыз деген неменемен қоғам құрғанбыз. Ол қоғамымыз 1982 жылы 4 айдың 10-ында болған, құрылған. Одан кейін 2002 жылы осы құрылтай жасап, тұңғыш рет осы Көлін қаласында Ауырпаның орталығында қазақтар бас қосып, бір жағынан құрылтай жасадық, бір жағынан Ауырпа федерациясы болып, Ауырпада 10 елде қазақтардың басын қосу үшін, одан Ауырпаның 10 елде футбол команда құрамасы бар, содан федерацияның құрып болғанда бас болып, сонымен бүгінге шейін келе жатыр. Біз әзір қария болып, төрдің алдында отырмыз. Аллаға шүкір, енді бұдан кейінгі bütün іс-шараларға көзіміз жетті, кейінгі жастар алып жүреді ғой деп, осымен сөзімді аяқтаймын. Рахмет. Балар болсын. Шерпек бітірдіңіз ба? Әжелеріміздің қолдары босамай келесі тағамдарды дайындап жатыр. Ет тағамдарын дайындауды ер адамдарға ұсынды. Ассалаумағалейкум. Köln Kalasi'nden selam. Rahmat. Ben Nurmkan Çeliktaş, Estevlet bolamın. 1971 yıldan beri Germanya'da turamın. Bu şöyle kurultayga bugün bas kostuk. Allah Teala kurultayda birbirine çalgastıra versin. Birbirlerimizi görüp uzak yerden gelgen sizler de Kazakistan'dan gelgen turistleri görüp katlı kuvvançta olduk. Kurultaya қосыла Рахмет, сау болыңыз. Жәрмеңкеде балалар мен ересектерге арналған кітаптар, қазақ тіліне аударылған әйгілі бестселлерлер ұсынылды. Сондай-ақ балалар кітаптарының жаңа авторларының басымдары болды. Барлық кітаптар қазақ тілінде. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Men atım İsmail Sevencan bular. Men zatım Kibar Aygar. 1989'dan beri Köylüm Kalası'na geldim. Cumhurbaşkanı gayı. Sodan beri 3-4 bala çağımız var. Bir yöydük. 3-4 yıl oldu hazır.
Kudayga şükür. Endi senlerden mana yaşlarımız ben katındaşlarımızga көп rahmet aytам. Жәрмеңкеде біз көптеген ұлттық киімдерді, ұлттық бұйымдарды көре алдық. Күміс зергерлік бұйымдар, ұлттық ою-өрнекпен әртүрлі қолдан жасалған бұйымдар көрсетілді. Шетелде тұратын қазақтар үшін мұндай жәрмеңке өте жағымды өтті. Көптеген ұлттық қолөнер бұйымдарын көргенде көз қуанып жүрекке жылу құйылды. Қазақтың қаны шынымен сезілді. Assalamualaikum. Men аты-жөнім Бейше Жаналтай. Мен өзім Англиядан келдім. Осы Құрылтайға ерекше қатысу үшін. Және ағадарымыз айтып кетті ғой. Енді bizim арғы дегіміз сол мына Шығыс Түркістанда, сол жақтан Алтайдан. Ал мен үлкен атам Жанымхан Қажы, ол уақытта Шығыс Түркістан үкіметі болғанда, сол уақытта қаржы министр болған. Сол кісінің ұрпақтарымыз. Ал мен өзім Кашмир Индияда туғам. Кейін сол Түркия, Тайван, Angliya, so'ng Angliyada kezinde BBC'de жұмыс істегем. Кейін Қазақстан тәуелсіз болғанда, сол Қазақстанға көшіп барған. Мысалы 2009-да Angliyada, Londonda болған. Ал енді содан бері біраз уақыт өтті. Арада пандемия кіріп кетті, біраз үзіліс болды. Сонымен қайтадан жалғасып жатырмыз. Енді иншалла бұндан кейін мына Қазақстаннан келген асық болсын, тоғызқұмалақ болсын, осы секілді ұлттық ойындарымызды осы Еуропадағы туып өскен балаларға қалай үйрету, осының бәрін осы құрылтай арқылы жай-жай үгіттеп жатқан секілдіміз. Ал иншалла бұнан да енді келешек құрылтайда да бұнан да жақсы болады деп ойлаймын. Бәріңіз рахмет, аман болыңыздар. Ата жұрты сағынған алыстағы ағайын дәстүрлі астан дәм татып, ана тілі, ұлт мәдениетті мәселелерін талқылады. Құрылтайда туған жерін сағынған ақсақалдар мен тарихи отаны туралы толық білгісі келетін жастар өзара пікір алмасты. Көліндегі құрылтайға Еуропадағы 20-дан астам қазақ ұйымының өкілдері жиылды. Жырақта жүрген қандастарымыз үшін жылына бір рет өтетін бұл шара маңызды. Бірі оқу жұмыс бабымен Қытай, Монғолия мен Қазақстаннан келгендер болса, енді бірі қарт құрлыққа 60-шы жылдары Түркиядан қоныс аударған. Alтай қазақтарынанбыз. İtalya'da жалғыз Alтай қазақтарынан біз ғана бір семейе бармыз. İtalya'dan келіп қатты қуаныштамыз осы құрылтайға қатысқанымызға, бала чағамызға осы қазақ мәдениетini, örf-kurpu adetlerini tanısıp, bilsip, jastlarмен aralasıp, Kazak kanları şeysinde әтейге kelip oturmuş. Rahmet. Rahmet. Цольман истаухда. Цольман мырза да осы жәрмеңкеге қатысып, біздің ұлттық сусынымызды, қымызды әкелді. Benim adım Kadız. Özüm Avusturya Viyana kalasında. 45 yıldır ömür sürdüm. 70 yaşındayım. Nakşatırgan gelişeğim. Maşallah. Biz Kurultay'a Viyana'dan geldik. Sizler de görüp kuvanışlı olacaksınız. Kazakistan'ımız aman olsun. Kazakistan'ımız kokka götürsün. Viyana'da 45 yıl oldu Socu'da. Ömür sürdüğümüz. Pensiyonum özüm. 35 üye varımız Viyana'da. 35 yıl. 20 üyede Kazakistan'dan var, 55 üyemiz. 300 değil bala şakamız bir. Maşallah. Almatı'ya varıp gelip duramız. Buna kurultay olsa, her yıl kayıcet olsa kurultay'a ötküzemiz. Buna baladar, jas baladardı gördük. Bu da kurultay deyen, futbol deyen, baladar birbirine tanısı, makabat olsun deyen o yani. Duruz. Yani sizlerge de Allah razı olsun. Rahmet. Türkiye'den, İstanbul'dan geldik. 1978'de. Benim akederimiz 1949'da Ürümçi'den geldim. Ben Kaşmir'de Pakistan'ın Kaşmir'de. Ya. Odan gelin Türkiye'de 25 yıl ömür yaşap o şurada. Ben özüm Türkiye'de soğuşluğa vardım. Türkiye'de buna Gazi'deydi, Kazak Batır'daydı. Türkiye'de Batır atak alıp, Türkiye'de kayda varsam oradan akşatımı üzüyoruz. Жақсы ғой. Сондай жақсылық болды.
Allah sendерден de razı olsun. Senderге ömür versin. Қазағым аман болсын. Рахмет. Көп сәлем айтам. Рахмет, рахмет. Көп рахмет. Қараңызшы, қандай сұлулық сатылып жатыр осы жерде. Қазақстаннан әкелінген. Жастар тоғыз құмалақ ойнап жатыр. Қандай керемет. Мынау енді бабаларымыздан мирас болған мұра ғой ойындар. Соны ұлықтауға өз үлесімізді қосып, кейінгі ұрпаққа аманат етуге жұмыс істеп жатырмыз. Міне қандастарымызға үлкен рахмет, міне қызығушылық танытып жатыр. Тоғызқұмалақ ойынына, асық ойынына. Мына жерде мысалы 5 асық ойнап жатырмыз, өзіңіз көрдіңіз. Иә, 5 асық. Иә, 5 асық. Кішкене міне. Мынау интервью беріп жатырмыз бұлар. Сондықтан мінекей енді бұл қыздардың ойыны, енді мына жерден өзіңіз білесіз, міне жерден мінекей асық ату болып жатыр. Бұл енді мергендік. Мергендік деген анығы қол мерген, көз мерген, сөз мерген деген болған ғой. Мына мерген жігіттер қазір 3 атқанның біреуін тегізіп атқан мергендер көп. Ане. Ал. Вот ане. Мысалы 15 минутта 14 километр 3 партия ойнаса 14 километр жүреді екен. Анау сақасын алады, барады, еңкейеді, атады. Сондықтан міне жастарды таза ауаға шығарып, жақсаруына көрмей қалады ол көбісі. Бір нүктеге қарап отыр қазір. Сотка каждыйның қолында, телевизордың алдында, компьютердің алдында отырған жігіттерге бұл өте таптырмайтын спорттың түрі. Біздер енді осы федерацияның президентімін, осы асық спортын аяғына тұрғызуға атсалысқан азаматпын. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген жаттықтырушысымын. Құрмет орденінің иегері, педагогика ғылымының доцентімін. Сабыржанов Жомарт Сабыржанұлы. Сәлем туыстар. Менің атым Мерал Темел. Мен Кöln қаласында 40 жылдан бері осы жерде жасаймын. Марқаба Çalışkan деген кісінің баласы, қыз баласы боламын. Өзім ұрпағым Tasbike болады. Bu cemiyetimiz, Қазақ cemiyetimiz, Köln cemiyetimiz 40 жылдан бері болған cemiyet. Baladарға körsün, tanısın, tuğustardı körsün, kültürün жасасын деп 1 жылдан бері осы құрылтайға hazırlık тауып жатырмыз. Sadiye Başkan arqalığında әйелдерimiz el birliğiмен toplantılar жасап, ne kılamız, ne etemiz деп, toplantılar жасап, bağırsaklarımızda anadarımız kısırdı, ülken apadarımız kısırdı, etlerimizi pısırısıp yardım etip verdiler. Odan keyin bärimiz kömekleştik. Bärimiz hazır kuanıp jatırmız. Sırt Kazakistan'dan, Amerika'dan, Fransa'dan, Şveden'den, Norveç'ten, Fransa'dan, Paris'ten tuğuslarımız gelip birbirimizi körüp, kaynaşıp bärimiz kuanıştamız. Çet eldeki, Kazakistan'daki tuğuslarımızga da köp selam aytamız. Osunday jaksılık bola bersin, urpaklarımız köbeye bersin, Kazak urpağı köbeye bersin deyimiz. Başka ne tileyimiz? Бәріңіздерге selam ayt. Құрылтайда балалар марафоны да өтті. Балалар барлық ойындарға қуана қатысты, бір-бірімен танысты, ойнады. Осындай балаларға арналған іс-шаралардың арқасында болашақ ұрпақтың құрылтайға жыл сайын келуін жалғастырып, байланысын жоғалтпауға, жан-жақтағы қазақтармен бірге қарым-қатынасын нығайтуға үлкен әсер етеді деген ойдамын. Болашақ ұрпақ үшін тамаша қозғалтқыш. Сәлем достар. Мен бірінші рет құрылтайға қатысып тұрмын. Енді керемет болып жатыр. Өте қуаныштымын. Адам да көп екен. Көлінің қауымы өте әжептіреу адамдар көп екен енді. Қызық программа болып жатыр. Футбол жастарға, кішкентай балдарға жарыс болды. Оның кейін барып жаңағы
түрлі елдерден осы Европа елінің кішкентай балдары марафон жасады. Маған өте ұнады. Мына жерде мынау бір фотограф, суретші, профессиональный ұлттық киімдермен, қазақ фильмінің киімдерімен енді ескерткіш болсын деп түсіріп жатыр адамдар. Ұлттық стильде фотосессия өткізу үшін Алматыдан кәсіби фотограф Оңғарбек Альхаров шақырылды. Адамдар ағындарын тоқтатпай суретке түсті. Ағамызға рахмет, жұмысын өте сауатты орындады. Ұстап тұрсың ғой. Егер тамақтың тұзы ащы болып кетсе деп. Қазақстандық футбол командасының жігіттері мұсылмандық парызын ұмытпай намаз оқып жатыр. Я Алла, оқыған намаздары мен дұғаларын қабыл алсын. Қараңдар достар, қазір футбол басталды. Европаның 10 елінен түрлі командалар келді. Футбол таңғы 8-ден басталып, кешкі 6-ға дейін жалғасады. Мәлімдеген бағдарлама бойынша жарысқа 10 еуропалық және 2 қазақстандық футбол командасы қатысатын болады. Әр футбол командасының өзінің қолдау тобы бар. Негізінен командалар әуесқой болды. Өз елінің атынан шығатын еріктілер жиналды. Құрылтайды өткізу үшін осындай мектеп аумағы жалға алынды. Бұл көліктерге еркін тұрақ қоюға, футбол ойындарын ойнауға, жәрмеңке өткізуге мүмкіндік берді. Көріп отырғаныңыздай жанкүйерлер отыр. Футбол әуесқойлары, сондай-ақ футбол командаларының отбасылары. Біз өзіміз Даниядан келдік. Даниядан мына жігіттердің, Данияда шынымды айтсам қазақ аз болғаннан кейін өз інілерімізді, өз ағаларымызды бәрін жинап бір команда шығарып, сонда келіп отырмыз. Келген себебіміздің ең үлкен мақсаты сол жас балдар, жас жігіттер, қыздар келіп өсерінде басқа қазақтарменен, басқа жігіттерменен жақсы танысып, нығылып бір-бірін танысын деген мақсатпен келіп отырмыз. Сол үшін енді мына жерге келгеннен кейін біздің айтатынымыз жігіттерімізге джентльмен болыңдар, жақсы ойнаңдар, әдемі сөйлеңдер. Бәріменен және ендігі жыл көреміз бір-бірімізді, ят болады, жаман ойнамаңдар деп сол. Енді Даниядан бізге мына жерге шамадан 9 саатта келдік машинаменен. Біз 8 машина болып келдік. Жақсы, ұнап жатыр, бәрі жақсы өтіп жатыр. Өзімнің бір ұлым мен қызым бар ғой, кішкентай. Соларды көргеннен кейін, мына өздеріне құсайтын қазақтарды көргеннен кейін, олар енді қазақ екенін жақсы нығылады ғой. Сол үшін өте қуаныштамыз. Осындай әрқашан жылда келе берейік, осындай жиналса берейік. Барлық футбол ойындарының қорытындысы бойынша әрі қарай 3 футбол командасы жалғастырады ойынды. Даниядан, Германиядан және Қазақстан командасы. Шын жүректен құттықтаймыз. Дания командасы 3-ші орынға ие болды. Әнеки Алматыдан келген команда футбольный, сол қазір финалға шығып, соны көреміз достар. Ассалаумалейкум. Біз Алматыдан, Алматы Сити деген команда боламыз. Осы құрылтайға биыл 2-ші рет қатысып отырық. Былтыр Франция астанасы Париж қаласында чемпион болдық, Қазақстанға кубокты алып келгенбіз. Биыл мені Мюнхенмен жартылай финалда ойнап, финалға шықтық. Қазір Көлін 1-мен ойнаймыз. Енді сәттілік болса, Алла бұйырса, енді кубок Қазақстанға алып кетеміз деп ойлаймыз.
Құрылтай өте керемет өтіп жатыр. Бүкіл мынау Европа елдерінен қанша қандас бауырларымыз көріп, солардың тарихтарын естіріп, қалай қоныс аударған, жүректі ауыртатын әңгімелер тоже. Сол ырзамыз, ұйымдастырушыларға рахмет. Өте қызық болып жатыр. Жігіттер финалдың алдында жаттығып жатыр. Финалға Алматы Сити қазақстандық командасы мен Германиядан Көлн құрама командасы өтті. Алға Көлн. Сол Көлн қаласында біз қазір финалды ойнаймыз. Көлн қаласы, Алматы қаласы. Енді Құдай қаласа Көлніміз және жатыр. Енді бәріміз Ауропадан келіп, қазақтар бір қалаға бәріміз келіп, отырып, қыдырып, тамақ жеп, музыка тыңдап. Жақсы болады, біз ұнаймыз, біз қазақпыз ғой, бәріміз біріміз, Nasılsınız adamlar söylemeye? Köln. Almatı Köln. Ұпай тең болғандықтан финалдың қорытындысы пенальти сериясы шешеді. Подсказал же, видите, сын, последний. Чемпионы! 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 Көлн құрама футбол командасын екінші орынмен құттықтаймыз. Ну, во-первых, Курултай – это всегда событие. Это культура нашей страны, нашего народа, нашей нации. Нам очень приятно, что каждый раз он выходит на высоком уровне. И сегодня в Кёльне диаспора преподнесла такой нам всем подарок, сюрприз. Сделала такой нам приятное событие, что мы себя проявили. Особенно радуют этнические наши земляки, которые здесь проживают, которые нас поддерживают и вообще все так провели здесь на высоком уровне, великолепном. Было все, и художественные, и народные изделия. Мы приехали второй раз, и, иншаллах, еще хотим приехать, если такая возможность у нас будет, куда колоса. Хотим пожелать всем участникам сегодня. Отты болсын, иманды болсын, береке болсын. Рахмет. Осылайша футбол матчы аяқталды. 2 жыл қатарынан Алматыдан келген Қазақстан командасы жеңімпаз атанды. Жеңімпаздарымызды шын жүректен құттықтаймыз. Жеңіс құтты болсын. Алдыңғы жылы да осы жаққа келіп едім. Менің ең сүйікті командам Алматы. Осы жылы да қайтадан осы командаға ұтысына жанкүйер ретінде келдім. Қуаныштымын. Жанкүйер ретінде өте қуаныштымын. Ризамын. Құтты болсын. Алматы! Чемпион! Чемпион! Раз, два, три. Раз, два, три.
Осылайша құрылтайдың 2-ші күнінен видео баянымыз бітті. Сізге ұнады деген ойдамыз. Ары қарай міндетті түрде құрылтайдың 3-ші күнінен концерттен видео баянымыз шығады. Міндетті түрде күтіңіз. Кездескенше достар!